Ойлан таб арнасына қош келдіңдер. Бүгінгі видеода Игра в кальмаре 3 қызықты ойындар, сұрақ-жауап, таңдау, дыбыс арқылы табу. Сұрақ саны 28, ойлануға 10 секунд. Ал ендеше бастаймыз. Қай ойыншы ойынның соңында жеңіске жетеді? 222-ші ойыншы жеңіске жетеді. Таңдау жаса, қайсын таңдайсың? 007 немесе 149. Вы даже поместили невинного младенца в эту бесчеловечную игру, чтобы наблюдать за тем, как эти... 456-шы ойыншының дауысы. 456-шы ойыншы тығылыспақ ойынында кімді іздеді? 388-ші ойыншыны. Таңдау жаса, 120-шы ойыншы немесе 222-ші ойыншы. Что такого я сделал? Что я сделал не так? Я всего... 125-ші ойыншының дауысы. 007-ші ойыншы кімнің қолынан қаза табады? 149-ші номердегі анасынан. Ойлан тап арнасының көрермендері біздің арнамызды 99% адам тіркелусіз көреді екен. Егер де сен Игра в кальмаре ойынын көрген болсан, тіркеле кет, лайк бас. 25 мың оқырманға өте аз қалдық, бірге жетейік. Юмсик, просто ударь меня вот этим ножом. Жүз 49-шы ойыншы тығылыспақ ойынында қанша минут берілді? 10, 20, 30. Тығылыспақ ойынында 30 минут берілді. Скакалочка ойынында қанша минут берілді? 20 минут. Скакалочка ойынын қай ойыншы өтпеді? 222-ші ойыншы өтпеді. Осы ойыншының номері қандай? Бұл бізде 100-ші ойыншы. Скакалочка ойынын қанша адам өтті? 9 адам өтті. Финалдық ойында бірінші платформа қандай пішінде болды? Квадрат пішінінде. Финалдық ойында екінші платформа қандай пішінде болды? Үш бұрыш. Ал үшінші платформа ше қандай пішінде болды? Дөңгелек пішінде болды.
Финалдық ойында кім ұтады? 456, 222, 333. 222. Финалдық ойында әр платформаға қанша минут берілді? 15 минуттан берілді. Таңдау жаса, таныс, немесе 330-шы ойыншы. Фронтмен детективке кім? Фронтмен оның ағасы. Бұл қай ойыншы деп ойлайсың? Екі жүз 22-ші ойыншы. Қай ойыншы тірі қалады? 456, 222. 222-ші ойыншы. Да, я уверен. Их остров точно где-то недалеко. Бұл бізде детектив. Қанша ұпай жинағандарыңды міндетті түрде комментарияға жаза кетіңдер. Видео ұнаған болса лайк басып, арнаға міндетті түрде тіркеле кет. Игра в кальмаре ойыны саған ұнады ма? Алда әлі талай қызықты видеолар болады. Келесі кездескенше қош болыңдар.